Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай сансеверия гүлі туралы айтатын боламыз. Және сансеверия гүлінің күтімі қандай жерге қою керек, қалай суару керек, сол туралы айтатын боламыз. Сосын осы ала жапырақты сансеверияны егетін боламыз. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Ал егер де жаңадан менің каналыма келіп жатқан қыз-келіншектер болса, менің каналымды қолдап, подписация белгісін басып, каналыма тіркеле отырыңыздар дегім келеді. Енді бұл сансеверияны айтатын болсақ, бұл сансеверияның күтімі өте қарапайым, бұл күтімді қажет етпейтін гүл. Сансеверия жазғы ыстық, құрғақ ауада да шыдамды гүл өсе береді. Сондай ыстық ауада, қыста 5-10 градус төменгі ауада да өсе береді. Бұл негізгі, бұл сансеверияның өзіне қолайлы ауа, ол 16-30 градусқа дейін. Сансеверияға су бүркуге болмайды, өйткені оның сабақтарының арасына су кетіп қалса, ол су жерде тұрып, мына жапырақтарының, тамырларының шіруіне әкеліп соғады. Бұл гүлдің шаңын сүрту үшін тек ылғалды кішкене ғана жұмсақ шүберекпен шаңын сүртіп отырсақ болады. Көктем мен жаз айларында бұл сансеверияны бір рет айына дәрумен беріп отырамыз. Жаз мезгілінде жетісінде 2 рет суарамыз, ал қыс мезгілінде айына 1 рет суарсақ болады. Негізі бұл сансеверия ыстық Африка аймақтарынан болғандықтан, ол жарықты, жылуды, құрғақты жақсы көреді. Енді айтатын болсам, мынау сансеверия Голландиядан келген өсімдік, өйткені гашогы, осындай гашокта келеді бұл сансеверия. Астында ауа өткізгіш, су өткізгіш тесіктері өте көп болады. Бұл сансеверияның топырағына келетін болсақ, мен универсальный барлық гүлдерге пайдалана беретін топырақ алдым, перлит екеуін араластырып, сосын арасына кішкене майда дренаж қостым. Негізі бұл сансеверияға, суккулент пен кактустарға арналған топырақ алсаңыздар өте жақсы болады. Сосын арасына кішкене құм, перлит немесе вермикулит қосып араластырып ексеңіздер болады. Енді менде ол кактус пен суккуленттерге арналған топырақ жоқ болғандықтан, мен сол универсальный, әмбебап дейді ғой қазақша, сондай топырақ алып, сол топыраққа сансеверияны отырғызатын боламын. Голландықтар бұл гүлдерді кокосовый субстрактқа отырғызады. Бұл енді кокосовый субстракт өзінің топырағын тастамаймыз, сол өзінің топырағын араластырып жіберіп, жаңа топырақпен араластырып отырғызамыз. Негізі бұл сансевериялар өте құрғақтықты жақсы көреді. Сосын бұл ала жапырақты сансеверияны негізі ала көлеңкеге, күн жақсы түсетін ала көлеңкеге қою керек. Егерде көлеңкеге қоятын болсақ, бұл сансеверия өзінің ала жапырағын, ала түсін жоғалтып, кәдімгі қарапайым сансеверия сияқты болып өседі. Тамыры жаман емес, құмының жартысын қозғамай ғана сол өзінің топырағына отырғызамыз. Міне гашоктың түбінде мынандай көп тесік болу керек. Бұл жаңағы ауа өткізуге, сосын жаңағы су өткізуге өте жақсы. Астына шамалы, мен дренаж салмаймын, тек шамалы құм салып, бұл сансеверияны осылай еге беремін. Енді шамалы көктемге дейін жақсы жетіліп өскін беретін болса, бұдан сәл-пәл үлкендеу гашокқа отырғызатын боламыз көктемгі уақытта. Енді әзірге бұл өзінің топырағынан босатып, қайттан жаңа топыраққа отырғызғым келіп отыр. Бұл сансеверияны арман қарай жақсы балапан беріп, өскін беріп, арман қарай өсу үшін. Міне енді біз сансеверияны отырғыздық. Енді қазір бұған циркон араластырып су құятын боламыз. Өздеріңіз білесіздер, сансеверияны жапырағынан көбейтуге болады. Сосын жан-жағынан өскен өскіндерден алып сансеверияны көбейтуге болады. Енді міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, мен осы 2 ай бұрын осы сансеверияның жапырақтарын суға салып қойғанмын.
сол міне өскін беріп тұр, өздеріңіз көріп тұрсаңыздар. Енді 2 жапырақта ғана өскін бар, қалған жапырақта өскін жоқ. Міне енді осы өскін шамалы әлде де үлкейіп өскеннен кейін біз бұларды жаңағы қайттан егетін боламыз топыраққа салып. Ал қалғандарына енді тамыр шығып келе жатыр. Енді менің осы алдындағы бір жеті бұрын түсірген видеомды көрсеңіздер, менің сансевериан жапырағы неге сарғаяды деген, сол менің бір горшок сансевериям сол өзіне өзі сарғайып, тамыр шіріп, бұл негізі суды мөлшеріне көп құйып жүргеннен болды деп мен ойлаймын. Сол сансеверияларды алып мен суға отырғызып қойғанмын. Міне бір жетте жақсы ақ тамырлар шығып келе жатыр. Бұларды енді шамалы тамыры үлкендеу болған уақытта бір тарлау горшокқа егіп қоятын боламыз. Егер сансеверияның жапырағы жұмсарып сарғая бастаса, онда оған суды көп мөлшерде құйғанның белгісі. Сансеверияның жапырақтары сарғая бастаса, онда оған суды көп мөлшерде құйғанның белгісі. Ал егер жапырақтары жұмсара бастаса, онда ол салқын жерде тұрып, тамыры салқындап қалғанның белгісі. Соны ескерсеңіздер болады. Бұл сансеверияны жазда далаға шығарып қойсақ та болады. Ала көлеңкеде ол өзін жақсы сезініп, жақсы тамырланып, жазда көп өскін беретін болады. Сансеверияға да осы күз-қыс айларында басқа гүлдер сияқты жылы су құю керек. Жаңа мен айтып кеттім, бұл жылыны жақсы көреді деп, сондықтан да суды сансеверияға айына 1 рет беретін уақытта суды жылтып беру керек. Сосын ыдысына келетін болсақ, бұның ыдысы биік болмау керек. Биік ыдыс болған жағдайда оның жартысын жаңағы керамзитпен толтырып барып егу керек. Өйткені бұл сансеверияның тамыры төмен қарай емес, жанына қарай өсетін болғандықтан бұған сондай жалпақтау ыдыс қарастыру керек. Сосын сансеверияны біз жаңағы басқа гүлдер оттегіні түнде сіңіретін болса, бұл сансеверия керісінше оны түнде шығаратын болғандықтан біз бұны жатын бөлмесіне қойсақ та болады бұл сансеверияны. Міне менде тағы да 2 горшок сансеверия бар. Бұлардың биіктігі 1 метрден асты. Жақсы өсіп келе жатыр, жақсы өскіндер беріп келе жатыр. Сансеверияларды негізі көлеңкеге қойса да болады. Жай сансеверияларды олар көлеңкеде де өсе береді, бірақ негізі жақсы өскін беріп өсу үшін оларды ала көлеңкеге жарыққа қойған дұрыс деп ойлаймын. Негізі менің сансеверияларым жарықта тұр. Сосын бұл сансеверияларға жаңа мен айтқандай айына 1 рет қана су беру керек. Бұлар құрғақтықты жақсы көреді. Егер суды мөлшерінен көп құятын болсақ, бұның тамыры шіріп, сансевериялар өліп қалуы мүмкін. Міне мен сіздерге осы сансеверияның күтімі туралы айттым. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған бақыт. Сау саламатта болыңыздар.